Ал сәлем достар, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Бүгін асығыс ең бірінші видео. Жол шығып баратырмыз. Бұйырса, біздер қайда барады деп ойлайсыздар? Ташкентке баратырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қалай біздер барып көрген жоқпыз. Бірінші тек аяқ асты жолға жиналдық. Ең керекті заттарымызды. Бір-екі киім салып алдық та, моющий салып алдық та. Главный паспорт, загранымызды алдық, удостоверениемізді алдық, ақшамызды алдық, түсіріп алдық. Аяқ астынан кетіп бардық та, негізде кеше автовокзалға бардық та, бағаны сұрай қойып еді, 8.000 теңге деп. Автобуспен. Иә, автобуспен. Қазір сосын видео барысында осы каналда Ташкентке қалай бардық, қаншаға шықты, бәрін айтып отырамыз. Не болған? Бізбен бірге болыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Лайк, комментарий ұмытып кетпеңіздер, тіркелмесеңіздер, тіркеліп қойыңыздар. Тағы не айтуға болады? Мен де көрдім видеоға. Бізге жол болсын деп айтып қойыңыздар. Не салып отырсың? Міне бір сумка. Бір сумка деп қойсын. Үлкен сумка болып кеткен жоқ. Мына деген мен жолға. Не салып отырсың? Білмеймін, киім салдым, сосын мана мойшыларын салдым. 2-3 киім алдым. Сосын мына пойыз емес, маған не болғасын, автобус болғасын, мынандай жеңіл киініп алдым. Сосын тамақ қандай нелер алдым. Жолда тамақ бар шығар, бірақ енді су. 2 баклажка компот пісіріп алдым. Дүкеннен алмай қояйын деп. Сосын андай сухой пицца, жейтін бірдеңелер алдым. Көп сөз созбай шығайық. Иә, алып кеттік. Мен тек ноут болғаным болды. Сен қарағымда рақатсың ба? Мен дым алмағанымның өзінде кеттім, ал давайте. Бұйыртса, автовокзалға келдік. Билетті дейтін кеше алып қойдық. Мына 2 автобустың біреуі сияқты осы жүретін. Біреуі ана автобустың, біреуі жатып баратын автобус, біреуі отырып баратын автобус. Енді қайсысына қазір көреміз. Гүлеке, билетіңді көрсетесің бе? Мынау автовокзал. Негізінде Ташкентке пойызбен де баруға болады, иә, Гүлеке? Пойызбен де баруға болады екен. Біздер бірақ неге автобус қалдық, сидящий қалдық. Сидящийдің де іші нормальный сияқты. Қазір көрсетеміз отырғаннан кейін. Ішіне кіріп салыстырып көрдік, иә? Отыратыны қандай, жатып баратыны қандай деп. Мына жердегі диспетчер балдардың айтуы бойынша жатып баратын ішінде андай. Иә, сондай деді. Аяқтарын шешіп жатады, нетіп жатады, сондықтан отыратынмен барсаңыздар, анау комфорт. Кішкене шалқайып тұрады екен, бүйтіп жатуға ыңғайлы дейді. Сосын ең алдынан алдық отыратын жерін. Ең алдынан алдық, иә. Қазір көрсетеміз, екінші этажында да ол отыратын жерде. Билеттің бағасы құны 8.200 теңге бір адамға. Апаржан. Пойыз қанша болды? Пойыз сидящий 9.000 бірдеңе, күні бұрын алса, естіп, артқа қарай алса, жақын еді, 9.000 бірдеңе, қымбаттай береді, жақындағанда қымбаттайды. Ал пласкарты 18.000 теңге. Пласкарты емес, купесі. Купесі 18.000, пласкарт жоқ оларды айтпақшы. Тальго. Купесі 18.000. Амнаның жатып баратыны 10.000 теңге. 10.000 теңге. Енді бұйырса 16-17 сағат дейді, енді Алланың қалауымен бұйырған уақытта барамыз. Қазір көрсетеміз, жолшыбайды түсіріп барынша. Барынша жақсы ақпарат беруге тырысамыз, қалай баруға болатын. Қайда кеттің, Люки? Біздер ана автобусқа барып жүрсек, оказывается, арттан іштен билет тексеріп арғай өтеді екен ғой. Сол жерде міңзет дейді. Бірінші рет барып тұрып енді шынымен. Көреміз қалай баратын. Вообще ойда жоқ жерден. Білмегендеріңізді, Ташкентте не бар, айта кетіңіздер, жаза кетіңіздер. Ал біз бұйырса жүрдік. Мен бастап айтайын деп өтеміз. Енді Гүлеке лайфтан Гүлеке өзі жүргізіп, өзі сөйлеп. Жаман үйреніп қалған? Енді ол каналды Гүлекең екеуміз жүргіземіз, Гүлекең екеуміз боламыз енді. Мен де сөйлеймін жағаласып. Гүлекең үйреніп қалған ба, мен күтпеймін. Кесірім сұрайым? Ал айтып. Біздер бұйырса жолымыз жүрдік, жолымыз болсын. Біздерге кеше негізі күшті автобус көріп едік мінгенде. Автобустың іші толған жоқ. Сондай жартысы да толған жоқ автобустың іші. Бірақ автобус ескілеу сияқты болып тұр. Кеше ой автобус деп айтады. Қарағанда өзіміз қарадық болып, сонда күшті болды. Бірақ енді бүгін ескілеу, бірақ жұмсақ күшті тербетіліп барасын дейді. Автобус дейді. Жасын дейді ғой. Ең алдынан алдық. Мана орын жақсы жерде алдық. Екінші шөпірдің үсті тағып үсті мынау. Жауылады. Шөпірдің үсті тағып алдым, мінеке алдым. Шалқаят дейсің. Зарядтейтін бар екен, бір жақсысы. Wi-Fi да бар деп еді, паролін беріп еді. Салмады. Wi-Fi жасамай тұр да, қосылмай тұр да. Телевизор жасай ма екен, білмеймін. Бұдан қазір жіберетін шығар, кино бірдеңе. Көреміз енді. Қазір ғана шықтық. Жолшыбай тағы да түсіретін боламыз ғой. Бұйыртса. Арттағы адамдар бірге жатыр.
Жолға шыққанымызға 1 сағат болды мінекей. Жолға тұрып жатыр. Әжетханаға келіп шығуға дейді. Мынандай жерге Ұзынағаш деген жер екен. Жер жазып тұр екен, Ұзынағаш деп. Осындай Ұзынағаштың қасында келіп, әжетханаға барып алуға тоқтап жатыр. Бұл бірінші остановка. Сөйтіп айтып қояйын деп жатқаным ғой. Барғанша қай жерге тоқтайды, қандай нелер болады, бәрін айтып отырамыз. Қанша кетеді жолға деген сияқты ақпараттарды беріп отырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Гүлекең шыққан жоқ автобустан. Автобуста отыра берейінші деп. Анау автобустың екінші этажында отыр, жоғарыда, ең алдында, қақ алдында. Міне Гүлекең мына жерде отыр, қақ алдында, терезеден қарап. Алдында водитель, төменде. Осындай автобус. Қозғалдық, Ұзынағаштан шықты ма, білмеймін. Ұзынағаш деген жерден, Артықтан жерден шықтық. Тава дейтін керемет ау Гүлекең. Гүлекең үйден алып шыққан бірдемелерін жеп отыр қарақатынан. Мындай бешбармақ деген шықты оны ойдан. Күштеген дәмешін, мен бұрын жемейтін. Таяқ жол, көгаль, теп-тегіс асфальт. Қай жазу, мына жазу мешіт етіп тұр. Ештеңе етпесті көреріміз енді. Бұйырған осы жер болды. Жолда келе жатқанымызға 2 сағат жарым болды. Гүлекең кішкене ұйықтап жатыр. Мына жер жолды көрсетіп жіберейін деп. Жолда мынандай әрбір жерде осындай жерлер бар екен. Ең ұзында маңайдан бері кездескенбіз. 1 километр, 2 километрден кесілген жерлер болып еді. Мынау енді ұзақтау келеді, машинаның бәрі жайлап жүріп келе жатыр. Негізі жол ана жерде жасап жатыр. Шетіндегі айналма жол. Гүлекең тұрды ұйқыдан дейсін. Біздер мінекей трасса шықтық. Мынау қазір Тараз облысының территориясы, бан жол. Осыдан барғанша осындай жол болу керек екен. Жерден бір жерден мұздай келіп тұр, менің кәдімгі туын басым салып. Мана артта не ашық тұрады, оны жаптық қой. Қайда жер келіп тұр. Басым салқын тиіп тұр. Бәрі ұйықтаған жоқ, әлі адамдардың бәрі отыр. Ар жағы азғандай адам. Азғандай адам, арттан орынға жатып алатын сияқты. Біздер Тараз қаласына келдік, тоқтадық. Өзіміз қай жерге келгенімізді білмейміз. Біреулерден сұрасақ, білмеймін дейді. Олар да біз сияқты адамдар екен. Дүкеннен шығып біліп алдық. Не, тоқтағанда аялдама ғой, дәмханаға тоқтап жатыр. Тамақ ішіп алыңдар дейді, жарты сағат тұрамыз дейді. Сосын әрі қарата жүріп кете береміз дейді. Автобустан бәрі түсіріп тастады, есікті кілтеп. Не, біздер отыра берейік деп едік. Біз мына іштен тамақ ішіп алдық бәріміз. Қалғандар дәмханаға кіріп кетті. Şimdi көрсетеміз ғой дәмхананың ішін. Қойшы, мен кіріп кеткен жоқ. Көрейік те қарайық. Мынандай асхана, үлкен екен. Не болды Гүлекең? Бағаларын қалай деді. Менюін қарап отырсың ба? Қанша дейді? Шпара 1500, сорталар 1500, нар 1700. Қалғандары манты 1700, тауық еті 2400 дейді. Шамға отырып жеуге болады екен. Тапшан бар я. Şu da? Tavşan böreğini ya oturalımdır. Hocam dükkan var, kayısı dükkan var ekan. Мороженое dükkanın керек заттарды алып olsa dükkan var. Мороженое var емес пе? Ақшбек деп дükkan. Салқын емес пе Гүлекең, мороженое жеуге? Тоң үстімен. Күшті мороженое жоқ екен. Қаладан шыққанымызға 6 сағат болды. Айттым ба? Жаңа айтқан жоқпын ба білмеймін. Басым ауырып тұр. Мана асығыс шыққаннан вообще дәрі ештеңе алмай шығыппын ғой. Жаңа жерден сұрап, дәрі сататын аптека бірдеңе бар ма дедім, аптека жоқ, дәрі бар екен. Дәрінің андай өстіп біреуін шығарып берді, цитрамонның мынандай бір штугы 50 теңге. Енді су соқтарым деген автобуста қалып қойды. Мінгесін ішесің бенді? Автобус кілтеніп тұр, мінгесін ішіп аламын ғой. Осыған жазылса жақсы болар еді деп нетіп отырмын. Сосын автобустың іші салқын болып жатыр, қазір шөпірге айту керек. Вентилятор қосып жатыр ғой айтайын. Енді түнде вообще қоспаңыз деп. Қайта сөлін етіп тұр ғой, мен айтқанмен кішкенен қайттан қосып жіберді ғой. Nasıl oldu? Daha da тоқтайтын болсақ. Енді бүгін Енді тоқтамайтын сияқты. Иә, бүгін енді қазір ұйықтаймыз ғой. Тамақ ішу бірінші тоқтап тұр, мана жүріп кеткеннен бері. Уже сағат бірталай болды ғой. Сағат 11-ден кетті. Иә, енді ұйықтаймыз, қайырлы түн. Таңертеңге шейін аман-есен жетейік. Границаға келіп тұрық. Біз границадан мына жерден жаяу өтеміз. Алыпсың Гүлекең? Границадан өтіп тұрық, очередьте. Қазақстан жағы ма? Қазақстан жағы.
Мына жакта адамдар бәрі жүріп тұр мінекей. Неше терминал бар? Ал біз Өзбекстанның шекарасына кірдік. Бұйырса Кавказға кіріп жатыр. Біртүрлі қорқынышты екен. Әр бізден тексеріп, тағы жерден тағы тексеретін сияқты қазір. Любой жерден тексере береді екен қайта-қайта. Үш жерден кіріп тексеріп шықтық па? Төртіншісіне кіріп келатыр. Тағы енді ішіне мына жеріне тағы дұрыс жеріне кіріп кеткен сияқтымыз. Не болды, Гүлөке? Үс қалдым. Жаңа неден шекарадан өттік қой, границадан. Бәрін тексеріп болды. Тұрғанымызға неше сағат болды? 2 сағаттан кетіп қалған сияқты, иә? Солай ма не? Қой. Иә? Қаршы күн жап-жақ болып кетті. Тұрыңыз енді. Автобусымызды күтіп. Автобус келеді, өзі жаңа баратын жерге автобус ала барып деймін деді ғой. Иә, соны күттім, бірақ енді көп алыс емес сияқты. Жолдан түсіп қаламыз. Так, нені? Теңгені ауыстырдық, иә? Теңгені 24-те 5-тен ауыстырдық. Мына шекараға кіріп келе жатқан кезде 25-тен деп еді негізінде. Сол жерден ауыстыру керек, бірақ ол жерден қорқытып ауыстыруға шынын айтқанда. Не ақша, не деп. Мына жерде бір қазақ кісі жүр екен. Содан 24-те 5-тен ауыстырдық. Сосын сим-карт сатып алдық. Сим-карт сатып алдық. Ішінде несі бар? Гигабайты бар. 5 гигабайттық. Білмеймін, ол қашанға дейін жететін. Теңгеменен 1500 теңгеге алдық. Теңгені ауыстырдық 24-те 5-тен өшім. Иә. Енді спокойно сөйлесе береміз, кімге соғамыз? Ауылға соға алмаймыз. Қазір енді ана орналасатын жерге барғасын. Көрсетеміз. Көрсетеміз осы жерде. Иә. Ана жердегі жазуды көрдің ба? Ошқана деген алды. Асханаға. Ошқана деген асханаға, яғни. Мынау машиналар шекарадан Қазақстанға өтейін тұрған машиналар. Так, мына жақтағылар. Біздер автобусты күтпей, такси шақырып, Яндекс жасайды екен, Яндекспен такси шақырып, мініп кеттік таксимен үшін. Неше километр екен, Қуаныш? 20 километр дейже, 21 километр, иә? 21 километр. Негізінде келген кезде түскенде Яндекске не істеңіздер. Яндекспен шақырған дұрыс, ана жерде тұрған таксилер өте қымбат сұрайды. Айта береді, сосын Яндекспен шақырмай деп. Анда сөйтіп айтты, мынау олар бүйтеді, сөйтеді, алдайды. Каждый сумкаға ақша сұрайды деп өтірік айтып тұр да. Яндекс шақырдық, спокойно кетіп бардық, баратын жерімізге қазір Аманистан апарып дейді. Бұйырса. Баратын жерімізге апарып тастайсыз. Сосын көп автобусты ұзақ ұстайды екен ана не тексеретін жерлер границаны. Сол үшін көп мана мініп кетуіміз керек сразу, да? Пайда баратын жерге нормальный бағасы көңілге қонып тұрса жақсы екен. Біздің бағамен неше мың теңгемен қаншаға шықты? 1700-деге шықты. 1700 бірдеме теңге үшін. Теңгемен шыққанда 21 километр жүр. 21 километрге. Ал қазір барып алайық, барғасын тағы түсіреміз. Ал сөйле, Гүлөке. Ал біз келдік, бұйырса. Гүлөкеңнің жаңа не берген жері, бронға қойып қойған жері. Немен қойдың? Booking.com'мен бронға қойған жері қазір көрсетеміз. Сыртын көрсе әкеліп тастады. Қаланың қатты немес сияқты, нормальный жер сияқты. Қаланың іші, иә? Қаланың іші деп айтып қойдыр таксиде. Енді ішіне бір ішіміз жайғас, біз негізі ертеге жатырық. Ертеге жатыр, 6,5 сағат. Иә, сағат 6,5. Мен негізі бірден бастап қабылдайды екен, бірақ мен сөйлескенде хотя бы 10-11 деп сөйдеп ойлап нетіп едім. Енді одан да ерте келіп қалдық енді. Көреміз қазір. Қарайық е. Бұйырған. Бір-екі адам шығып жатыр. Қалай гостиница караван. Sunrise Караван. Не, хостел айтылады. Қазір мына жақтардан біреуін береді. Жаңа біреулер шығып кетті ғой, босаған жоқ па? Иә, бұл башқа комната. Все, енді пока. Башқа букинг бар. Оларға нешеде келеді? Білмеймін. Пока кішкене біздер, біздікі босаған жоқ. Кухняда отырып тұрсаңыз болады. Иә, кішкене отыратайық та. Жататын жоқ па? Жататын кішкене екісі. Жатсам болады, жақты ерін көрсетемін. Аха, көрсетейік. Кішкене демалайық. Біздікі нешеде босайды? 2-ге босаш керек. Чекин 2-де босады. Одан бұрын жоқ. Оған дейін босайтын жоқ па? Одан бұрын босайды. Одан бұрын босса берсе біздер дейтін. 2-ден жата бермейік, кетейік. Одан бұрын босайды. Біздерге пока отыра тұратын бір бөлме кухня. Салқын ғой. Мына жерде не бар? Не бар ма? Шай ішуге бар ма? Асхана ма, немене? Асхана? Кафе?
Только завтра. Тек завтра. Ема? Жанатын бірдеңе емес. Тоңып бара жатырмын. Soğuk mu? Иә, өзіміз мана 2 сағат неде тұрып қалдық қой, салқында. Не далалы жер екен ya? Mal yok mu ya? Yakın Аха. Жақсы қарсы алып отыр. Жақсы қарсы алып Күшті екен, иә. Түркі мына жерде отыра тұрыңдар дейді бізге, шай ішіп анау мынау деп. Иә, а то не, босамай жатыр. Бірақ күшті ішіп отыр, завтрак дайындап отыр. Бізге бере ме, завтрак бере ме бүгін? Білмеймін, бүгін қалай болатын. Бүгін бізге завтрак бере ме? Завтрак. Бүгін бересіздер ме? Maylı. Мейлі. Ne включен bugün mü? Енді Қосып жіберуге болады ғой. қосып жібересің бе? Ой, рахмет. Не дейді Гүлке? Біздер ас ішейін деп отыр, таңғы ас. Біздерге таңғы ас берейін деп жатыр. Жеті беріп отыр да? Иә. Жетіден дейді. Неше болды? 7:30 болды ма? Шығар, иә. Шықтың уақытымен. Біздерге негізі таңғы ас бүгін. Кірмейді бүгінгі неге? Келген күнімізге. Иә. Негізі әуетте күнімізге. Әлі басталады ғой негізі. Бірақ бізге беріп жатыр. Иә. Жақсы, негізі комнаттарын әлі кіріп көрген жоқпыз. Әлі біздер сыртта күтіп отырмыз. Бірақ ұнап тұр, маған ұнады. Жақсы қарсы алып тұр ма? Жақсы қарсы алды. Тамақтары да жақсы. Завтрактары. Тек қана завтрак кіреді бұл жерге. Енді тек қана жатын бөлмесі қалды, қарайтын. Не, үш кофе алдың? Мен кофе ішкім келіп отырмын. Үшеуін алыпсың. Тоңып отырмын. Ас болсын.